Қазақстанның бүгіні мен ертеңі, күрделі сұрақтар, тосын жауаптар, кәсіби мамандар, беделді тұлғалар. Ақтолқын Құлсариева мен ертеде, ешкі жүні бүртеде деп басталатын ертегілеріміздегі ұшқыш кілем ұшаққа айналған заманда, алыс жерден лезде хабар алатын қалта телефондарын ұстанған заманда, біз бірде-бір ертегіден осы қазіргі заманның интернет немесе онда темірге телміріп отырған көпшілік мәдениеті туралы ешқандай болжамдарды кездестірген жоқпыз. Бүгінгі хабарымызда осы туралы сөз қозғайтын боламыз. Эфирде Атамекен. Атамекен бағдарламасының бүгінгі тақырыбы әлеуметтік желілер, шексіз мүмкіндіктерден тәуелділіктің шегіне дейін. Студия қонақтары: Асхат Еркінбай, жаңа медиа сарапшысы; Айжан Кәрібаева, Кербез.Фу YouTube арнасының бейне блогері, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің магистранты. Жалпы компьютерлік ойындар ойнайсыз ба? Жоқ. Компьютерде немесе осы ғайып әлемде ғашық болып көрдіңіз ба? Жоқ. Желіге шығатын мүмкіншілігіңіз болмаса, ғаламторға шығатын, сіз үшін ол үлкен қасірет болады ма? Трагедия ма, жоқ әлде кәдімгі жағдай ма? Жоқ, кәдімгі жағдай. Сіз үшін? Кәдімгі жағдай. Ал қол телефонын сіз өзіңіздің өміріңізде елестете аласыз ба? Жоқ. Енді болашақта мұралық ақпарат тастап кеткіңіз келді дейік. Сонда ол мұралық ақпаратты сіз хат жүзінде қалдырар ма едіңіз, жоқ әлде паролімен белгілі файлға салар ма едіңіз? Парольмен файлға салам. Сіз хат жазар едім. Интернеттің фантастикалық мүмкіндіктерін ешкім жоққа шығара алмайды. Ал енді бейнелі түрде айтатын болсақ, осы интернетті алтын балыққа теңермедіңіздер, жоқ әлде құмырадан шығып кеткен жынға теңермедіңіздер? Мен енді сіз мысалыңыз тірі жанға қатысты айтып тұрды. Балықта енді кішкене жаны бар, жында жаны бар нәрсе. Сондықтан мен жансыз затқа көбірек теңеймін. Себебі ол құрал болғандықтан, ол құралды басқаратын, егеретін біз тірі жан. Жансыз тіршілік иесі істейсіз ғой, рахмет. Сіз Айжан қалай ойлайсыз? Мен енді тура сіздің салыстырмаңызға жауап беретін болсам, онда мен алтын балыққа теңеуші едім. Өйткені шыны керек, интернеттің мысалы қазіргі таңда мүмкіншіліктері, бізге беріп отырған мүмкіншіліктері өте зор. Енді ол даусыз қаншама, яғни жаңағыдай шекараны бұзып, яғни елдер арасындағы осындай бір үлкен алаңға айналып отыр. Сіздер үшін мысалы осы әлеуметтік желілердің, яғни көп тұтынушылар платформасы ретіндегі әлеуметтік желілердің сиқыры неде? Неліктен ол адамдар үшін үлкен бір құмарлыққа өрбіді? Әлеуметтік желі деген нәрседен бастайық. Бірінші бізде интернетте ұғымда Web 1.0 деген ұғым бар. Одан кейін Web 2.0 деген ұғым бар. Сосын Web 3.0 немесе дәуірі деп айтамыз. Біз қазір Web 3.0 дәуірінде өмір сүріп отырмыз. Web 1.0 дәуірі дегеніміз, ол кезде адамдар компьютерлік бір құралдарды жай ғана қолданады. Ол жерде когнитивті бір байланыс бар. Екінші дәуір, Web 2.0 дәуірі, ол жерде коммуникативтік, яғни қарым-қатынастық байланыс бар. Ол үшін блогтардың пайда болуы, электронды поштаның пайда болуы кезеңі, сайттарда адамдар пікір қалдыра бастайды. Бір белгілі бір дегенде қарым-қатынас пайда бола бастады. Чаттар пайда болды деген сияқты. Web 3.0 дәуірі, қазір біз болып айтып отқан ол әлеуметтік желі дәуірі. Бұл жерде бізде енді әлеуметте қарым-қатынастан бұрын қауымдасу функциясы көбірек қалыптасты да, яғни адамдар бірге бастады, ұжымдаса бастады. Оны батыс әлемде cooperation тұрғысынан қарастырады. Яғни айырмашылығы 1, 2, 3-тің сиқыры сіз айтқан осында. Және неге оның зиянды жағы көп айтыла бастады? Адамдар топтас бірге бастады, ол күшке айналды. Күшке айналғаннан кейін ол массада не жақсы бір ойлар қалыптаса бастайды, шоғырлана бастайды, не жаман деген бір ойлар шоғырлана бастайды да, ол бірден көрініс табады. Ал бұған дейін Web 2, Web 1-де ол қарым-қатынас бір адамдар арасында ғана болған. Сондықтан ол қатты көрінген жоқ та, қатты білінген жоқ. Енді Web 3.0 қазір сондықтан ол бірден көрініп қалып жатыр да, не жақсы жағы, адамдар не бірден жақсы баға береді, не бірден оған теріс баға береді.
психологиялық жағынан қарайтын болсақ, меніңше әлеуметтік желіде мысалға сен өзіңнің әлеуметтік желісіз достарының арасында, яғни көп жағдайда сен өзің, яғни тура өзіңе байланысты қызығушылықпен достарыңды көп ретте таба бермейсің. Ал әлеуметтік желілердің бір жаңағы уникалдылығы бұл жерде сен өзіңе, яғни қызықты тақырыпта өзіңмен бірге ойлайтын бір адамдарды бірден өзіңе тауып алуыңа болады. Яғни жаңа Асхат ағайының айтып кеткені, яғни жаңа комьюнити сияқты өзіңнің бір ортақ қызығушылықтарың, бір ортақ бір тақырыптарың бар адамдарды тезірек табасың. Ал қауымдасу неліктен мына ғайып әлемде, компьютер әлемінде оңайырақ, ал күнделікті әлемде ол неліктен қиынырақ деп ойлайсыздар? Енді неге қиындап кетті? Өте жақсы сұрақ қойдыңыз. Бұған қатысты ғалымдарда әртүрлі пікір бар. Сол пікірлердің бірі ол интернеттегі әлеуметтік желіде қауымдасуды адамдардың ауылдық жерден қалаға келумен салыстырады. Ауылдық жерде тұрған кезде адамдар аз, бір-бірін жақсы таниды, жиі араласамыз, тойға барамыз, бір-бірін таниды деген сияқты, тіпті мен туысқанда көршім таниды деген сияқты. Енді елестетіңіз, соның барлығы қалаға көшіп келді. Бір-бірімізді білмейміз, бірақ бізде табиғи жаратылысымызда, болмысымызда бар, біз араласуымыз керек. Яғни осы бір қажеттілік бізді түртпектейді де, содан кейін адамдар like-minded дейді, өзімен пікірлес, үндес адамды іздей бастайды. Қалада жалғызсырау нәрсесі көбірек бола бастайды. Сондықтан әлеуметтік желіні көбіне бірге жалғызсырайық деп атайтындар бар. Яғни бірге жалғызсырайтындар әлеуметтік желіде отырады. Себебі шындығында ол жалғыз отыр, бірақ оның жаңа қажеттілігі қауымдасу, ол жүзеге асып жатыр. Интернет арқылы, әлеуметтік желі арқылы сол қажеттіліктен туындайды. Екінші бір нәрсе, Айжан айтып өткен өте жақсы айтып өтті. Әлеуметтік желідегі бір ұнамсыз дейміз бе, бәлкім ол ұнамды болуы мүмкін. Ол адамдар өзімен пікірлес, өзімен үндес. Мәселен, мен қымыз ішкен жақсы көрсем, мен шұбат ішетіндермен емес, мен қымыз ішетін адамдарды өзіме дос қатарыма қосам. Нақты шындықта қиыншылықтан қашу емес па? Өйткені себебі нақты шындықтағы, мысалы, коммуникативті қиыншылық, сөз араласу мәселесіндегі қиындықтан қашудың себебі не деп ойлайсыздар? Қазір өз-өзімді бақытты деп санаймын, өйткені менің балалық шағым осы интернетсіз өтті, және де интернетсіз өмірдің қандай екенін мен мысалға білемін. Яғни бұл жерде ата-анаңмен, сенің қалай қарым-қатынасың, достарыңмен қарым-қатынастардың барлығы, яғни осындай тірі жан ретінде қабылданды. Ал қазіргі мен енді өзімнің інілеріме, сіңлілеріме қарап отырсам, оларға интернет, яғни күнделікті бар нәрсе сияқты мәңгілік сол қастарында жүрген өмірде бар қалыпты дүние сияқты қаралып, олар жаңағы реалдық дүние мен виртуалды дүниенің кейде бір шекарасын білмей жататын сияқты. Яғни олар виртуалға кіре салады, жаза салады, болды, мен айттым. Яғни сондай бір коммуникативті бір нәрселерде шынымен де олар меніңше қалып жататын сияқты. Алайда бұның зардабы демей, яғни бұл барлығы да тәрбиеге байланысты. Егер де жанұяңда жаңағыдай тәрбиең басқаша болса, әлеуметтік желіні адам өзі соған құмартпаса, егер де оған тірі коммуникация жетісе, онда меніңше ол әлеуметтік желідегі қарым-қатынасқа ондай құштар болмас еді. Екінші нәрсе, әлеуметтік желіге адамдар не үшін шығады? Әлеуметтік желіде біз бәріміз тауармыз. Оны Фейсбуктың зерттеушілері айтады. Себебі біз Фейсбук үшін біз тауармыз, әрбір қолданушы, біз өзімізді насихаттаймыз, олар бізді өзіміздің нарцизммен алады. Біз өзімізге өзіміз өзгеге де ұнатқымыз келеді, сол үшін ұнайтын дүниені басамыз, ақпаратты түсіну үшін емес, қалайша мен ұнайын басқаға, қалайша мен оң қырымнан көрінейін. Себебі бұл ертегі әлем, сіз айтып отқан виртуалды, оған мүмкіндік береді. Сондықтан қауіпіңіз орынды, ол туралы дабыл қағылып жатыр. Сіз айтқан кафедегі мәселеде адамдар реалды қарым-қатынас азайып бара жатыр. Адамдарда коммуникативтік скиллс, қабілеттер бәсеңдеп бара жатыр. Ол рас. Сондықтан қазір ғалымдар бас қатырып жатыр. Телефонды қайтып жаңадан ойлап табайық. Бәлкім ол адам бір сағат үңілгеннен кейін телефон сөніп қалатын қылайық па? Кафеге кірген кезде телефондар өз-өзінен өшіп қалатын нәрсе жасайық па? Тіпті қазір кейбір кафелерге жазу пайда бола бастады. Бізде Wi-Fi жоқ. Адамдар өзара екеуара сөйлесіңдер деген нәрседе адамдар барып жатыр, оған да сұраныс бар. Профессор Ақтолқын Құлсариевамен интеллектуалды сұхбат. Өзін-өзі жақсы қырынан көрсету үшін адамдар осы әлеуметтік желілерге әбден жаңағы құмар дейсіздер. Ал осы мәселе тұрғысына келген кезде жалпы әлеуметтік желілерде өзін-өзі жүзеге асыру мәселесі, шығармашылық тұрғыдан жүзеге асыру мүмкіншілігі көбейеді ма? Осыны бір қарастырып өтсек мысалы. Әрине көбейеді.
Әсіресе шығармашылық адамдар үшін меніңше әлеуметтік желі өзін өзі көрсету үшін таптырмас алаң, таптырмас құрал. Алайда бұл жерде де бір яғни гәп бар десем болады. Өйткені адамның егер де өзінің ішінде нағыз таланты болмаса, егер де адамның жалпы реалды өмірде ішінде яғни бір өзегі болмаса, ол әлеуметтік желіде меніңше қаншама тырысса да, ол әлеуметтік желі оған ешқашан көмектеспейді. Бұл жерде әлеуметтік желі дегеніміз тек қана құрал ретінде ғой. Мысалға бізде Америкада жаңа барлықтар біледі, Джастин Бибер. Яғни осы әлеуметтік желі арқылы танылған дейді. Мен бірақ осы Джастин Бибердің жаңағыдай жұлдыз болмай тұрып, кішкентай кезіндегі видеоларын бұрында да көреттім. Яғни нағыз меніңше ол талантты бала. Яғни өзінен үлкен гитарасын алып, яғни неше түрлі өлеңдер айтады, кавер өлеңдер жасайды. Және де оны тек сол әлеуметтік желілер арқылы продюсерлер байқап, оны жаңағыдай жұлдыз қылды. Қазірде бірақ кейбір адамдар ойлайды, болды, яғни әлеуметтік желіге мен видеомды қойсам, бітті, мен жаңағыдай танымал боламын деп. Бірақ егер адамның өзі, яғни өмірде оның таланты болмаса, дарыны болмаса, меніңше ол әлеуметтік желі оған еш көмектеспейді. Яғни бұл да өмір сияқты, яғни өмірдің бір заңдылығы, әлеуметтік желі тек қана бұл құрал ретінде, яғни өзіңнің талантыңды өзгеге тез насихаттауға меніңше көмектеседі. Айжан пікіріне қосатын болсам, бізде Қазақстандағы мысал, мен досым бар, Нұргелді Дүйсенов деген Қостанайда газетте фотограф болатын. Енді жұмысқа орналасады, фотоаппараты жұмыстан алынған, үйіне компьютері де жоқ. Содан бізде Flickr деген әлеуметтік желі бар, оған тек суреттерді сақтайды. Сол Нұргелді түсірген барлық суреттерін сол Flickr-ға сақтайды. Бір күні Италиядан жазушы келіп Қазақстан туралы кітап жазады. Соның кітабының мұқабасына біріншіден сурет іздейді. Сөйтіп Нұргелдінің суретін көреді Flickr-дан. Сол Нұргелдіге хат жазады. Құрметті Нұргелді, суретіңіз ұнады, маған сатыңызшы деп. Нұргелді тегін алыңыз дейді. Соны тегін береді. Сол кітап қазір Amazon интернет дүкенінде $23 сатылып жатыр. Яғни бұл сіз аймақтық деңгейден ғаламдық деңгейде, Айжан айтқандай, құралды дұрыс тиімді пайдалана білсеңіз, мүмкіндігіңізді сіздің шынымен кеңейтеді ол. Ал сіз ол құралды дұрыс қолданбасаңыз, сіз оны зардап тигізесіз. Бірақ біздің Нұргелді ешқандай пайда тапқан жоқ одан. Нұргелді пайда тапты, қазір оған тапсырыстар түсіп жатыр. Тапсырыстар түсіп жатыр ма, онда қуаныштымыз. Енді шетелдік азаматтың осы әлеуметтік желілер туралы көзқарасын тыңдайық. Мен әлеуметтік желілердің әлем бойынша революциялық даму кезеңінде Қазақстанда болдым. Бірақ Обама өзінің сайлау кампаниясында осы жаңа технологияны, әлеуметтік желілерді жақсы пайдаланды. Әлеуметтік желілерсіз ол Американың президенті болмас деп те ойлаймын. Алғашқы сайлау кезінде қаржысының жартысы әлеуметтік желілер арқылы жиналды. Әлеуметтік желі жеке өзім үшін де пайдасы зор. Көптеген достар таптым, жаңа таныстар, жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Енді әлеуметтік желімен бірге желілік демократия деген түсінікте пайда болғаны белгілі, батыста. Жалпы қандай да ғұлама болмасын, көсем болмасын, ол мыңдаған, 100 мыңдаған аудиторияны бір мезетте мысалы жинай алмайды. Тек қана ондай мүмкіншілік мүмкін үлкен футбол алаңдарында немесе жоспарланған бір концерттерде болуы мүмкін. Ал енді мына интернет әлемінде, ғаламторда ондай мыңдаған тұрмақ, миллиондаған аудитория жинау мүмкіншілігі бар. Сол үлкен аудиторияның, сол үлкен адами ресурсты, адами қорды жалпы жақсы бағытқа бағыттау үшін, мүмкін азаматтық қоғамның бір элементтерін енгізу үшін, немесе соны жаңағы игеру үшін біздің жағдайда мысалы пайдалануға болады ма? Сол тұрғысынан келгенде қоғамның өзін өзі реттестіру мүмкіншілігі тұрғысынан келгенде интернеттің, жалпы әлеуметтік желілердің орны қаншалықты зор деп ойлайсыздар? Бір қоғамды азаматтық, яғни журналистика ретінде, яғни адамдардың бір азаматтық позициясын қалыптастыруға меніңше таптырмас құрал. Мысалға, қазірде Facebook әлеуметтік желісін алып қарайтын болсақ, соңғы кезде осы Facebook'ты қазақстандық қолданушылардың, яғни 30 жастан, яғни жоғары қарай, яғни үлкен адамдардың қолданып жатқандығы, яғни статистика бойынша көрсетілген. Яғни бұл дегеніміз Facebook'та көбінесе жаңағыдай саналы, өзінің бір өмірде бір азаматтық позициясы бар адамдардың қолданатындығы. Және де меніңше олардың дұрыс бір жаңағыдай сондай алаң жасауы, олардың дұрыс бір жаңағыдай пост жазып, тек қана бұл жерде мен мысалы күнделікті тамақ іштім, күнделікті жаңағыдай ананы істедім, мынаны істедім емес, кәдімгідей өздерінің ойларын жазған посттары, меніңше бұл басқа да адамдар соны көріп, сол арқылы нағыз бір өздері бір ой түюлері мүмкін. Әлеуметтік желі арқылы осы біздің елімізде асар принципімен барлығы жиналып бір көмектескен, немесе
медеу шатқалын көгалдандырамыз деп жұмылып бәрі барып бірлескен, шынымен де сол әлеуметтік желінің арқасында жүзеге асқан үлкен бір қомақты тірлік туралы мысал келтіре аласыздар ма? Алғаш осы блог басталған кезде бізде блогшылар қауымдаса бастады. Бір қауым ретінде өздері қалыптасты, бейформалды қауымдастық болып. Нәтижесінде біз ойладық, блогшылар ойлай бастады, қазақ тілін жақсы қалай дамытамыз, мәдениетті қалай көтеруге болады, не істейік. Домбыраны қараймыз, барлығы үйнеліп қояды, болды. Бірақ айтамыз, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Ал домбыра тартып көшеде ойнаған қазақты көрмейміз. Содан блогшылар жиналып, Фейсбукта жарнамалап, домбыра пати деген бір құбылыс басталды. Жазды, Фейсбукқа насихаттады. Қазір Қазақстанның түкпір-түкпірінде әр бейсенбі сайын кешкі сағат 7-де Қазақстанның әрбір қаласындағы орталық алаңда домбыра пати болады. Бұл да Фейсбуктағы адамдардың бір-бірін танымайтын, тек виртуал таныған адамдардың бір жасаған іс-шарасы. Яғни бұндай мысалдар өте көп. Саяси жағынан әсер етіп жатқан, экономикалық жағынан әсер етіп жатқан Алматы қаласында мұз айдыны жоқ болды. Bir аулада тұратын қыз-жігіттер жиналып, ақша қосып, өздері жерді сатып алып, есіктің ауласындағы соған су құйып, қыста мұз айдын жасады. Мысалы, бұл да Facebook арқылы жүзеге асты. Ал енді жаңағы айтып отырған ВКонтакте, немесе Одноклассники, Гайд-парк және тағы басқалар, олар мысалы ресейлік желілер. Ал енді дәл соларға пара-пар келетін, жаңа сіз Асхат мырза тіл мәселесін айтып қалдыңыз, осы қазақ тілді желілер, қазақ тілді қауымдастықты құрастыра білетін және соларды қоғамдық бір пайдалы тірліктерге бастай білетін, ынталандыра білетін күшке ие желі бар ма бізде, әлеуметтік, отандық? Сұрағыңыз өте дұрыс. Бізде бәрі сөйтіп айтады. Осы елде бар, анадай бар, бізде не жоқ деген сияқты. Ол дұрыс, сұрақ төркіні дұрыс, бірақ егер велосипед болса, қайтадан велосипед жасаудың қажеті жоқ. Біз оны бейімдегеніміз орында. Мысалы, Фейсбукты қазақ тіліне аударып жатырмыз, 90% аударылды Фейсбуктың. Твиттерда қазақ тіліне аударуға мүмкіндік береді, яғни локализация жасауға. Дей тұрғанмен рас, бар. ел.kz әлеуметтік желісі бар, керекинфо.kz деген блог тұғырнама бар, оңтүстік Қазақстан облысы жастардың басын қосатын айтабер.kz деген блог тұғыры бар, солтүстік Қазақстан облысының басын қосатын теріскей.kz деген бар, Қарағанды облысының төрлет.kz бар. Яғни белгілі локалды платформалар қазақ тілінде ол бар. Қазір блогиада деген сайт жүріп жатыр, сол блогшылардың арасында. Сонда блогшылардың өздері жақсы қазақ тілінде жақсы жазсаң, бірінші орында тұрған адамға мен осынша мың теңге берем, немесе қалтафоныңа осынша бірлік құйып берем деп өз арасынан ынталандыру жүріп жатыр. Ол нәрсе бар. Үлкен әлеуметтік желілерді, олардың яғни ірі бір бізге беріп тұрған құрал ретінде қарап, біз оны тек өз елімізге жаңағыдай бейімдеуіміз керек, локализациялау дейді ғой. Мысалға, YouTube әлеуметтік желісін айтатын болсақ, мен мысалға YouTube'да өзімнің арнамды жүргізем, Кербесфул деген. Сол себепті, яғни бұл жерде көбінесе ағылшын видеоблогерлер бар, орыс видеоблогерлер бар. Бірақ неге біздің яғни біздің адамдар, яғни қазақтар неге қазақша видео көрмеске? Яғни бұл барлығы біздің өзімізге байланысты. Бұл жерде бізге басқа біреу сендер қазақша жасаңыздар деп мысалы бізге YouTube өздері ешқашанда бермейді. Егер де өзімізде сұраныс болса, біз оны өзіміздің елімізге яғни бейімдеп, локализациялап, олар бізге жаңағыдай өздерінің құралдарын тек контент қазақша жасай алатын мүмкіншілігіміз бар ғой қазірде, иә. Енді мынадай мәселе, осы желілердің не көп, түрі көп. Сол түрлердің бәрін жіктемелеп топтастыруға бола ма? Кішкенде бұған қатысты қалжың сөздер де бар. Бізде Қазақстанда жасыратын жоқ. Ресейлік Mail.ru деген әлеуметтік желі, соның Мой мир деген әлеуметтік желісі танымал. Неге? Себебі біз билингвалды қоғамда өмір сүреміз. Азаматтарымыз қазақ тілімен қатар орыс тілінде де сауатты. Сондықтан бізде Қазақстанда жаппай ең бірінші интернет десе жұрт Mail.ru деп түсінетіндер бар. Бірінші сол Mail.ru, интернетті онша біле қоймайтындар көп қолданатын әлеуметтік желі деген қалжың аралас сөз бар сондай. Одан кейін бізде Facebook бар. Facebook әу бастан негізі ағылшын тілді әлеуметтік желі. Орыс тілде болмаған, қазақ тілде болмаған, тиісінше ағылшынша сауаттанған, немесе шетел көрген, ағылшынша білетін, үш тіл білетін адамдар қолданатын әлеуметтік желі деген түсінік қалыптаса бастады. Instagram, ол жерде сіз сурет қоясың. Бізде Instagram көбіне әншілердің арасында өте танымал. Яғни өзін көрсету, визуалды контентті көру. Нарциссттік психологиялық ерекшелігі бар дейсіз ғой. Twitter 140 символ ғана жаза аласыз оған, иә. Ақындар арасында танымал. Қазір Twitter айтыс бар, мысалы, ақындар айтысады деген сияқты. Сосын шетелдерде тура солай. Pinterest деген әлеуметтік желі, мәселен, үй шаруасындағы әйелдерге танымал. Неге? Себебі бұл әлеуметтік желінің барлығы түптеп келгенде нарықтық сұраныс тұрғысынан келді ғой. Ал нарық, білесіз, маркетинг белгілі бір аудиторияны есептеп жасайды. Facebook әу баста университетте оқитын колледж студенттеріне арнап ашылған болатын. Сол контингент қазір ұстап тұр, иә. Mail.ru аты айтқандай ол көңіл көтеру форматы, порталы. Көңіл көтеру, жасөспірімдер,
соларға көбірек бағытталған, лайықталған дүние. Сол тұрғыдан бөлуге болатын сияқты. YouTube-шы, мысалы, Айжан. YouTube енді ол видео болғаннан кейін, меніңше қазірде YouTube-тың өзінде толыққанды әлеуметтік желі ретінде қарастыруға болады. Және де YouTube-та кішкене мүмкін шығармашылық адамдарға, егер де дәл сол контент жасаушы адамдар тұрғысынан қарайтын болсақ, онда ол, яғни өзінің шығармашылығын бір видео арқылы көрсеткісі келіп жүрген адамдарға меніңше YouTube өте жақсы таптырмас құрал. Профессор Ақтолқын Құлсариевамен интеллектуалды сұхбат. Сіздердің енді осы ғаламтордағы біліктіліктеріңіз жеткілікті деп ойлаймын болжам жасауға. Осы жаңағы айтып отырғандай болашақтағы даму перспективасы қандай болады әлеуметтік желілердің? Қазірде интернет қолданушылары, яғни жалпы былай болжап айтқанда, шамалап айтқанда, интернет бізде Қазақстанда бір 2004-2005 жылдары келдік десек болады, әлеуметтік желілердің қолданылуы. Және де сол кезде ең бірінші қолдана бастаған адамдардың өздері қазірде әлеуметтік желілерден шаршап, өздері, яғни соның ішінде жүргеннен кейін жаңа нәрсе тауып, оны бір бизнес көздеріне айналдырып, яғни ары қарай дамудың ары қарай сатысына қарай жүріп жатыр. Меніңше кішкене бір 5-6 жылдан кейін, 10 жылдан кейін бізде Қазақстанда өзіндік бір жаңадай жобалар пайда болады. Интернеттегі жобалар, яғни қазақ тілді жобалары, және де қазақ тілді бір контент. Ал бізден кейінгі, яғни буын, бұдан кейінгі жас буын, енді олар қолданушы ретінде меніңше өте көп қолданушылар, яғни күтіп тұр. Қазақстандық интернетте біз бұрындан бері айтатынбыз, яғни қазақстандық интернеттің даму кезі, қалыптасу кезеңі деп. Ал осыдан бір ендігі бір 10 жылда меніңше оның нағыз қайнаған көзі, яғни білікті адамдарға, істеймін деген адамдарға бұл жерде меніңше өте көп жұмыс, яғни бір алып кететіндей, тізгінді алып жүретіндей бір сондай мүмкіндіктер пайда болады меніңше. Асхат, сіз қалай ойлайсыз? Сол кездегі адамның кейпі қалай болады, егер одан ары қарай даму мүмкіншіліктеріне келетін болса? Абай атамыз айтты ғой, өлең сөздің патшасы деді. Бүгінде біз интернетке қатысты айтқан кезде айтамыз, контент интернеттің патшасы. Бұл жерде мәселе технологияда емес, себебі технология жаңағы жетелеп бара жатыр да, осының дүниенің барлығын. iPhone шықты, анау шықты, соған бейімдеу керек, тағысын тағы. Бірақ ішіндегі өзегі контентке деген сұраныс ол қашанда болады. Технология бірақ қолжетімділікті арттырады ғой. Дұрыс айтасыз. Сол есептен екі түрлі көзқарас бар. Бірі тұтас виртуалданып кетеміз. Қазір Second Life деген екінші әлем бар. Ғайып әлемде. Сол жақта өмір сүреді, ақшасы бар, өз мемлекеті бар, сабағын оқиды сол жерде. Екіншісі бірте-бірте тыйыла бастайды, адамдар түсіне бастайды. Бірақ Айжан айтқан маркетинг, яғни нарық енді клиентті жаулау үшін, санасын жаулау үшін небір құйтырқы тәсілдерге бара бастайды. Себебі бұл жерде ақша бар, тұтынушы бар. Интернетте қазақша қазір 60%-дан асты, қолданушылар саны ұлғая бастайды. Платформалар кеңейе бастайды. Оның болмыс қандай болады десек, Web 4.0 қандай болады дегенге дәл мен айтуым қиын. Бірақ сөзсіз ол өте қарқынды болады. Интернеттің келесі кезеңі не болады деген сұраққа, ол big data дәуірі болады деп жатыр. Ол деген мәліметтердің бір ағын су сияқты тасқыны болады. Сол кезде сұраныс туындайды кімдерге, осыны сүзіп алып, мінекей пайдалысы осы деп сүзіп алып көрсететін адамдарға деген сұраныс туындайды. Біздің барлық әлеуметтік желілердегі ақпаратымыз, өзіміздің жеке тұлғалық ақпараттарымыз, ол қауіпсіздік, біздің өзіміздің жеке бастық қауіпсіздігімізге де қатысты дүниелер. Осы тұрғысынан келгенде, мысалы, біздің мағлұматтарымызды, ақпараттарымыздың бәрін өз бас пайдасына пайдаланып кететін көптеген жаңағы жағдайларды естіп жатамыз. Яғни, мына интернеттегі, әлеуметтік желілердегі жалпылама бақылау мәселесі, қоғамды глобалды бақылау, контролинг дейді ғой, осы тұрғысынан не айта алар едіңіздер? Бізде Қазақ интернет ассоциациясы бар. Олар мысалға контент арқылы, яғни контенттерді қорғайды. Мысалға осы жақында болған интернет форумда олардың жаңағы басшысы сөйлегенде, ол айтқан көптеген, яғни адамдардың сұраныстарын олар өздері қанағаттандырады екен. Егер жаңағыдай копипаст дейміз, бір-бірінен көшіріп алып кеткен контенттер болса, олар шынайы түрде, яғни барып, сол адамдарға жазып, яғни ол нәрселер қорғалап, яғни сондай бір ұйымдар жасалуы әбден мүмкін екен. Қауіп бар. Қауіп интернет жоқ кезде де болған. Жаңа айттым ғой, Facebook үшін біз тауармыз. Тіпті сіз мәлімет енгізбесеңіз де, Facebook сіздің болуыңыздың өзінің маркетинг мәселесінде, жалпы Facebook'ыңыз барлық себебі ол жерде нарық тұрғысынан қарастырылады ғой. Жарнамалық мақсатта бәрібір біз оларға көмектесіп қолданамыз. Екінші мәселе жаңағы сақтық мәселесі. Бұл түптеп келгенде сауаттылыққа келіп тіреледі.
біз 10 жылдан кейін кім болатынымызды білмейміз. Ертең біз бала шағамыз үшін, біз үшін ұяла ма, жоқ біз үшін мақтана ма, жоқ. Яғни біз осы бастан ойлануымыз керек. Әрбір шыққан, жазған мәліметті, шығарған дүниені бұл сауаттылыққа келіп тіреледі. Себебі технология дамиды, өзгереді. Бұл түптеп келгенде адамның өзінің ішкі санасына сауаттылыққа, ал адамды алдаймын, арбаймын, оны пайдаланып кетемін деген қаскөйлер ол қай заманда болмасын болған. Мысалы, кез келген мекемелерде осындай жағдайды көруге болады. Жұмыс істеп отырған сияқты, ал негізі мүмкін олар әлеуметтік желілерде отыр, басқа нәрселермен айналысып отыр. Қандай зардап шегеді деп ойлайсыздар? Жұмыс берушілер. Енді әрине жаңағы нәрсе бар, ол Қазақстанда ғана емес, барлық елде бар. Адамдар әлеуметтік желіге отырады, жұмыс істемейді. Бұл енді қайталап айтам, бұл сауаттылық мәселесі. Сіз жұмысқа орналасқан кезде әдетте келісімшарт жасалады. Сіз Фейсбукта өзіңізді немесе әлеуметтік желіде өзіңізді кім деп таныстырасыз? Белгілі бір компанияның қызметкері деп па, жоқ әлде жеке тұлға ретінде байланыстырмайсыз ба өзіңізді компанияның атымен деген сияқты. Тыйым салатын кездер бар. Сіз мүлдем әлеуметтік желіге ешқашан осы бізде жұмыс істеу келісімшартқа сәйкес ештеңе жарияламайсыз. Тіпті кейбір компаниялар мүлдем шектеу қойған. Мекемелерде әлеуметтік желі қолданбауға тыйым салынған кездер де бар. Есесіне, мысалы, Айжанда қазір жақсы бастап келе жатыр. YouTube арқылы өзінің каналын бастап, Айжан меніңше бұл жақсы жағын көбірек айтатын сияқты қазір. Мен енді өзім шыны керек компанияларда ондайда жұмыс істемеппін, сондықтан мен ішкі жағынан айта алмаймын. Бірақ әрине бұл жерде жұмыс берушілер тарапынан бір сондай зардап шегуі мүмкін. Өйткені олардың көбісі әлеуметтік желілерде отырса, бірақ жаңағыдай YouTube жағынан айтатын болсақ, меніңше әрине өз-өзіңе жұмыс істегенге байланысты бұл жерде сен өзіңнің тек керегіңді жасайсың. Яғни бұл жерде тайм-менеджмент деп мәселесі бар. Яғни сен бұл жерде әлеуметтік желіге емес, әлеуметтік желінің керісінше пайдалана отырып жұмыс істейсің. Бұл жерде сен уақытыңды тек қана бос өткізу, яғни уақытым бар, әлеуметтік желіде отырайыншы деп емес, керісінше сол әлеуметтік желінің ішінде жұмыс істей отырып, яғни сен оны өзіңе, өз пайдаңа қарай табасың. Әлгінде ғана біз шетелдік эксперт тыңдап едік, енді өзіміздің отандық экспертке сөз кезегін берсек. Интернетке, оның ішінде әлеуметтік желіге деген тәуелділік қазіргі заман адамдарының өмір сүру салтының өзгеруімен байланысты. Біз өндірістік қоғамда өмір сүріп отырмыз. Көпшіліктің, әсіресе қала тұрғындарының қызметі, жұмыстары компьютерсіз жасалынбайды. Көз алдыңызда интернетке қосылған компьютер тұрған кезде әлеуметтік желі рахатын пайдаланбай отыру мүмкін емес. Бірақ бұл көпшіліктің ықылас назарын, бар уақытын алып жатқаны қоғамда алаңдатып отыр. Алайда бәсекелестікке толы қатал заманда әлеуметтік желінің мүмкіншілігін пайдаланып, игі мақсаттарды жүзеге асыруға да көмектеседі. Мәселе дұрыс таңдау жасай білуде, оны қалай пайдалануда. Біраз әңгіме айттық, сөз соңында бір 5-6 ең негізгі жетістігі, артықшылығы немесе кемшілігі деп көрсетіп берсеңіздер. Ең алдымен біз яғни блог жазудан басталғанбыз, мәтіндік блог жазудан бастағанбыз. Сол кезден бастап, яғни өз ойларыңды бөлісуге, адамдарға, яғни қорықпай бір нәрсені жазуға, айтуға үйретті десем болады. Екінші жағынан жаңа бір қыр, яғни жаңа бір өзіңе хобби пайда болды. Мысалға видеоблог жасауды алатын болсам, мен бұған дейін әрине бір қызығатын, бірақ оны қалай жасауға болады, қандай форматта жасауға болады деп түсінбейтім. Яғни бұл жерде YouTube арқылы мен өзіме сондай бір видеоблог жасауды үйрендім десем болады. Келесі жағынан әрине ол жаңа таныстар, жаңағы ортақ мүдделері бір, яғни ортақ тақырыптары бір, көптеген, яғни осы блог құрылтайларға байланысты блог комменттердің арқасында көптеген, яғни таныстар таптым десем болады. Сауаттылығы сәл жоғары емес адамдарда кемшілік өте көп. Бірінші қауіп ол ақпараттың қайсы шынайы, қайсы шынайы емес. Тексере алмау, білмеу, нәтижесінде шынайы емес ақпараттың соңында еріп кету. Екінші ең үлкен қауіптің бірі ол интернетте жала, ғайбат өте көп және кең таралады. Әлеуметтік желіде жаңағы стресске ұрыну, реалды өмірден қашып, өзінің ертегі әлемін сіз айтқан қалыптастырып, содан шыққысы келмеу. Виртуалды ойындағыдай терезеден секіріп түсіп, ұшып кетем деп ойлауы мүмкін. Яғни сол жалғыздықтың депрессияға алып келуі. Яғни бұл да үлкен кемшілік. Бірақ бұл кемшіліктің барлығы сол сауатсыздыққа келіп тіреледі. Адам қандай қоғамда болмасын, мейлі ол жаңа медиа болсын, әлеуметтік желі болсын, басқасы болсын, түптеп келгенде ол сауаттылық. Сауатты адам ол құлтемірді өзіне құл қылады. Сауатсыз адам құлтемірдің жетегінде өзі құл болып кетеді. Жазудан бейхабар
жас буын келе жатыр десек артық айтпаймыз. Өткен себебі менің есіме мына бір жағдайды еске салады. Әуелі бізде ауыз әдебиеті қалыптасты, одан жазба әдебиеті қалыптасты. Қазір метрдің көру, визуалды нәрсе қалыптаса бастады. Визуализейшн қазір сол көп нәрсе алып келе жатыр да. Бұған дейін жаңағы әдебиет, мәдениеттің барлығы мәтіндік тұрғыда дамыған болса, қазір интернеттің келуімен барлығы визуалды дүниеге көп ойысып жатыр. Рахмет, өте қызықты тақырыпта, қызықты әңгіме сұхбат болды. Жалпы біз қай кезде де болсын алтын ортаны тауып, шектен шықпаған дұрыс деп ойлаймыз. Яғни, мына интернеттегі әлеуметтік желілерге де құмарлықтың, ынталылықтың бір шегі болуы керек. Адам өзінің уақытын темірге қарап телміріп емес, шынайы өмірдегі адамдардың көзіне қарап, күліп, жайнап, жадырап өткізгені де дұрыс шығар деп ойлаймын. Ендеше біздің хабарымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман есен болайық.